Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөйлем. Балалар, біз бүгін сөйлем деген ұғыммен танысамыз. Сөйлем ол аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемнің соңында қажетті тыныс белгілері қойылады. Нүкте, сұрақ белгісі немесе леп белгісі. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен бастап жазылады. Мысалы, балалар далаға ойнады. Бауырсақ ертегісі. Бір күні шал кемпіріне кемпір бауырсақ жасап берші дейді. Кемпірі жарайды деп бауырсақты қаймаққа илеп пісіреді. Содан соң оны терезенің алдына суытып қояды. Бауырсақ суып тұрып бір кезде домалай жөнеледі. Келе жатса оның алдынан қоян шығады. Қоян бауырсаққа: бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Қоян: сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен үйлендім, ыстық майға мен пістім, суыдым терезе алдында, ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме, ұстатпаймын саған да деп қашып кетеді. Содан бауырсақ қара жолмен домалап келе жатса, оның алдынан қасқыр шығады. Ол да бауырсаққа: мен сені жеймін дейді. Қасқыр: сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен үйлендім, ыстық майға мен пістім, суыдым терезе алдында, ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме, ұстатпай кеттім қоянға, ұстатпаймын қасқыр саған да деп бауырсақ өзінің өлеңін қасқырға айтып, одан әрі домалап кете береді. Бір кезде оның қарсы алдынан аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді ол да. Сендей майтабанға мені жеу қайда, ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме, қоян менен қасқырға, ұстатпаған мендеше, ал саған да аю жан, ұстатпаймын мен мүлде деп домалай жөнеледі. Аю бауырсақты тек көзімен ғана шығарып салады. Бауырсақ домалап келе жатса, оның алдынан түлкі шығады. Бауырсақ: мен сені жеймін дейді. Бауырсақ түлкіге: сен мені жеме, мен саған тамаша өлең айтып беремін деп өз өлеңін бастайды. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме, ұстатпай кеттім мен тағы, қоян менен қасқырға, ұстатпай кеттім аюға, ұстатпаймын саған да деп өлеңін айтып береді. Сол кезде түлкі оған: өлең шынында да өте жақсы екен, бірақ менің құлағым нашарлау еститін еді, сол себепті оны жөнде ести алмай тұрғаным. Бауырсақ: сен менің тұмсығыма шық та өлеңіңді тағы да бір рет қаттырақ айтшы дейді. Бауырсақ түлкінің тұмсығына домалап шығып алып, бар даусымен ән айтады. Сол кезде түлкі оны ұстап алады. Бауырсақ түлкіге: түлкі, сен мені жеп қайтесің, жүр одан да біздікіне, атам мен әжеме барайық, олар сені тойдырады дейді. Түлкі оған келіседі. Жолшыбай өздерімен бірге қоян мен қасқырды және аюды ертіп алады. Олар келсе, әжесі көп самса пісіріп қойыпты. Қоянға орам жапырақпен сәбіз салынған, қасқыр мен түлкіге ет салынған, ал аюға таңқурай мен бал қосылған самса тиеді. Ал бауырсақ болса терезенің алдында өзінің әнін айтып көңілді отырды. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналымызға жазылыңыздар. Жарайсыңдар балалар, сендер бауырсақ ертегісін тыңдадыңдар, иә? Ал енді кесте бойынша әңгімелейміз. Кейіпкерлері: шал, кемпір, бауырсақ, қоян, қасқыр, аю және түлкі. Кейіпкерлер қандай іс-әрекет жасады, сол бойынша әңгімелейтін боламыз. Бауырсақтың кімге алданғанын айтамыз. Ертегі кейіпкерлерінің суретін салып, маған жібересіңдер. Мәтіндегі қараймен жазылған сөйлемдерді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Келесі тапсырмамыз оқулықпен жұмыс. 4-ші жаттығу: сөйлемдерді тиісті дауыс ырғағымен оқы және суретпен сәйкестендір. Сөйлемдерді тиісті суреттермен сәйкестендіресіңдер. Сөйлемдерді дауыс ырғағымен келтіріп оқимыз. Қанша сөйлем берілген, сөйлемнің соңында қойылған тыныс белгіге көңіл аударамыз. Келесі 5-ші жаттығуымыз: сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. Дескриптор бойынша, сызба бойынша сөйлем құрастырасыңдар, сөйлемді дауыс ырғағымен дұрыс оқисыңдар.
Сабағымыздың соңын балалар кері байланыс арқылы аяқтаймыз. Бауырсақтар әдісі арқылы. Себеттің суретіне өз бауырсақтарыңды жапсырсаңдар, онда түсіндім деген сөздері. Ал тәрелкенің суретіне өз бауырсақтарыңды жапсырсаңдар, онда түсіндім, бірақ сұрақтарым бар. Ал терезенің алдына өз бауырсақтарының суреттерін жапсырсаңдар, онда түсінбедім дегендеріңді білдіреді. Сау болыңдар.